Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және оңай дайын болатын печенье әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен бір жұмыртқаның үстіне қантымызды қосып, жақсылап екеуін араластырамыз. Мінекей қантымыз еріді. Енді оның үстінен кішкене ғана тұзымызды қосып жібереміз. Мінекей қантымыз еріді. Енді оған бір шай қасықтақ ванилин қосып жібереміз және жақсылап араластырамыз. Одан соң сұйық майымызды құямыз. Барлығын бірдей маса болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей оған енді алдын ала өлшеп алынған ұнымызды қосамыз. Одан соң разрыхлитель қосамыз. Қалған ұнымызды қосып, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді оны жіңішке етіп алып, әдемілеп оған форма беретін боламыз. Мінекей дайын болған жұмсақ қамырымызды осындай бөлшектерге бөліп аламыз және домалақтап аламыз. Оған әртүрлі форма берсеңіздер де болады. Мінекей барлығы дайын. Мен ең оңай осылай шаншқының көмегімен бір рет үстінен басып алып, одан соң қантымызға аунатып аламыз. Қалғанда дәл сол реттікпен үстінен басып шығып, барлығын дайындап аламыз. Одан соң қызып тұрған духовкамызде 180 градуста 15-20 минутте пісіріп аламыз. Мінекей печеньеларымыз дайын, өте дәмді. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.